Дархан Бақтыхан. Жасы 10-да. Туған жері Алматы облысы, еңбекші қазақ ауданы. Жетістіктері: 2018-2019 жылдары Ұлы дала ұрпағы байқауы, бас жүлде. Арт бәйтерек Алматы халықаралық байқауы, бас жүлде. 2022 жыл Мен де жұлдыз боламын байқауы, бас жүлде. Қайырлы күн, бізде жаңа жоба Мен де жұлдыз боламын бағдарламасы. Бұл YouTube сұхбат. Бүгінгі біздің алғашқы қонағымыз біздің байқаудың гран-при иегері Дархан Бақтыхан. Дархан, қош келдің. Қош көрдік. Қалың қалай? Қалдарыңыз қалай? Қысқы каникулың қалай өтті? Жақсы, керемет. Дархан, онда сұхбатымызды бастайық. Жалпы сен байқауларға көркем сөз жанры бойынша қатысасың, иә? Иә. Осы көркем сөз жанры бойынша неше жасыңнан бастап айналысып бастадың? Мен көркем сөз өнеріне 6 жасымнан бастап келдім, ал өлең оқуды 3 жасымнан бастадым. Алғашқы ұстаздарың кімдер? Менің өнердегі ұстаздарым ба? Осы саған өлең оқуды үйретіп жүрген. Менің енді өнердегі негізгі ұстазым жоқ, бірақ сабақ алған ұстаздарым бар. Менің негізгі ұстазым ол менің анам. Ең алғашқы оқыған өлең есіңде ме? Қандай өлең оқыдың? Ең алғашқы өлеңім есіңде жоқ, иә? Иә. Жарайды. Онда осы сен өлең оқисың, оны үйренесің, яғни ол поэзия жанры ғой, иә? Иә. Және байқауларға қатысасың, иә? Осы кезге дейін неше байқауға қатыстың? Бір 10 шақты жарыстарға қатыстым. Байқаудағы ең үлкен жетістігің? Байқаудағы ең үлкен жетістігім ол 6 жасымда Ұлы дала ұрпағы атты байқауына қатысып, Астана қаласына өнер мектебіне тегін оқуға жолдама алғаным. Жаққа барып оқыдың ба сосын? Жоқ, барып оқымадым. Тағы да қандай үлкен жетістіктерің бар? Тағы да мен Қатты қуанған енді Ұлы дала ұрпағы атты сол байқауыма қатты қуандым. Бірақ барған жоқсың, иә? Бірақ барған жоқпын. Жақсы. Енді байқау болғаннан кейін жеңіліс болады, жеңіс болады. Көңілің қалған байқау болды ма? Мен негізі бас жүлде алуым керек еді, немесе бірінші орын алуым керек еді ғой, неге мен екінші орын, үшінші орын алдым деген сияқты. Мен көңілімнен қалған байқау болған жоқ. Көп барлық жарыстарда бас жүлде, бірінші орын ғана қалып жүргем. Менің көңілімнен қалған байқау болған жоқ. Жақсы. Осы көркем сөз жанры бойынша жалпы өлең оқудан басқа немен айналысасың? Мен көркем сөз оқудан басқа домбыра шертіп, басқа да ақындардың өлеңдерін оқып, проза оқумен айналысамын. Ал енді болашақта алға қойған негізгі мақсатың қандай? Осы көркем сөз оқуымды тоқтатпай, журналистика факультетінің телевизия саласының дикторлық оқуына түссем деген нағызға мақсатым бар. Жалпы Дархан, енді болашақта мысалы жұлдыз болу ол тек өнер саласында жүру емес, иә? Әр бала өз саласында, яғни өз мамандығында жұлдыз бола алады. Иә. Сен өзіңнің болашақта жұлдыз боларына сенесің бе? Мен жұлдыз бола алмасам да, мен жұлдыз болатыныма сенімді емеспін, бірақ Қазақстанның пайдалы азаматы болатыныма сенімдімін. Яғни болашақта осы Қазақстанның бір кірпіші болып қаланатынына сенімдісің. Арманыңа жет, біз саған тілекшіміз. Сен сияқты осы біздің өнерімізді дамытып жүрген балалар көп болсын. Сенің болашағыңа біз тек сәттілік тілейміз. Бүгін келгеніңе көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Осындай телевизияға шақырғандарыңыз үшін көп алғыс айтамын. Осымен біздің бүгінгі жобамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.